Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен пирожкин ең керемет рецептісімен бөлісемін. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығады. Қазір тек осы рецептпен ғана жасаймын. Ендеше бастайық. Ыдысымызға жылы сүт, жылы су құямыз. Немесе біреуін ыстық, біреуін салқын қылып құйсаңыздар да болады. Одан кейін сұйық май, ашытқыны саламыз. Тұз және қант салып жақсылап араластырамыз. Барлық қосылатын заттардың грамын видео астына қалдырамын, сол жерден қарай аласыздар. Одан кейін барып, ситадан өткізілген ұнды біртіндеп саламыз. Қолмен немесе қасықпен араластырсаңыздар болады, өздеріңізге қайсысы ыңғайлы болса. Келесі бөлігін саламыз. 2 немесе 3 бөлікке салып, ақырын ұнды салып араластырамыз, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр жұмсақ болып иленді. Енді бұның үстіне бөлме температурасында еріген сары майды жағамыз. Барлық жеріне жағып шығамыз. Қазір бізде қамыр көтерілгеннен кейін стол бетіне жабыспас үшін өте қажет. Енді қамырдың бетін жауып, 40 минут немесе 1 сағатқа қалдырып көтерілгенше демалдырып қоямыз. Бізде пирожки картоп безбесінен болғандықтан салмасы алдын ала картопты пісіріп қайнатып аламыз. Үстіне көз мөлшерімен сүт құясыз және қолдың сары майын салып жібереміз де. Егер тұз қажет болса, тұз салсаңыздар болады. Мен қайнату барысында тұз салғандықтан қазір қоспаймын. Және бір келке етіп барлығын езіп шығамыз. Міне бізде қамыр көтерілді. Маған осы көтерілгенде жеткілікті. Енді осыларды бөліктерге бөлеміз. Егер таразыңыз болса, 50 грамнан бөліп шығасыз барлығын. Егер тараз болмай жатса, онда көз мөлшерімен бөліктерге бөлесіз және осылай үстел бетіне орналастырып дөңгелетеміз. Барлығын мінекей үстел бетіне жайғастырамыз да бетін жауып 10 минутқа демалдырамыз. Сәл бізде көтерілу керек қамыр. Енді кезекте оқтаумен қатты жұқа емес, қатты қалың емес, яғни сәл жұқалау қылып қамырды жайып шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп жайып шықсаңыздар жақсы болады. Қамырды жаю барысында ешқандай ұн қоспаймыз, яғни өзін үстелдің бетіне жайып шығамыз. Бұл бізде бастапқыда біз сары май қосқан себепті неке ешқандай оқтауға да үстел бетіне де жабыспайды. Енді кезекте салмасын саламыз. Өздеріңіздің ыңғайыңызға қарай, егер көп жақсы көрсеңіз, көп қоссаңыздар болады. Шамалап өздеріңіз қоса бересіздер. Енді шетін барлық ашылмайтындай қылып, жақсылап беттестіріп, бір-біріне жабыстырамыз. Шетіндегі шығып тұрғандарын ішіне қарай қайырып жүрсеңіздер де болады. Мінекей шеттерін барлығын жақсылап жабыстырып шығамыз.
ашылып кетпеуі керек. Дайын пирожкиларды осылай бүктеп болғаннан кейін міндетті түрде бетін жауып отырыңыздар. Енді кезекте қызған майдың үстіне біздің пирожкиларымызды салып қуыратын боламыз. Бастапқыда қатты отқа қойып қыздырып алыңыздар, кейін пирожки саларда орташадан төменгі отқа қойып, осылай екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Кейде осылай пирожкилер бізде аударылмай қалады, сол кезде бір 10 секундтай ұстап тұрсаңыздар, қайтадан жаңағы қуырылмай қалған жері өзі басылып, барлық жері пісіп шығады. Мінекей әп-әдемі болып бізде пирожкилар пісіп шықты. Жеген кезде сәл суығаннан кейін өте жұмсақ болып шығады. Келесі партиясында салып жібереміз. Қараңыздар, сырты қытырлақ әдемі болып тұр. Қазір мынау біріншісі сәл ыстық болғандықтан суығанын сіздерге ашып көрсетіп жатырмын. Іші толықтай пісті. Бұл рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.